Тараз гарнизонында әскери қызметшілер мен олардың отбасы мүшелері арасында судағы спорттық отбасылық сайыс ұйымдастырылды. Оңтүстік өңірлік қолбасшылығының штабында өткен жарысқа 8 команда қатысып, бассейнде түрлі эстафеталық кезеңдер бойынша бақ сынады. Қатысушылар жылдамдық, ептілік және командалық үйлесімділік тұрғысынан өзара мықтыны анықтады. Тартысқа толы жарыстың қалай өткенін тілшіміз баяндайды. Сайыс бағдарламасы бірнеше қызықты кезеңнен тұрды. Қатысушылар командирлік эстафетада, доппен жүзу сайысында және шығармашылық бағыттағы менің кішкентай салым байқауында өз шеберліктерін көрсетті. Ерекше тартысқа толы өткен анам, әкем мен спорттық отбасы эстафетасында отбасылар бір команда ретінде өнер көрсетіп, ұйымшылдық пен ептіліктің үлгісін танытты. Ал театрландырылған қойылымдар мерекелік шараның сәнін келтіріп, су асты әлемінің кейіпкерлері балаларға көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Спорт пен шығармашылықты ұштастырған сайыс қатысушыларға ұмытылмас әсер қалдырды. Әскери қызметшілер тек жауынгерлік дайындықта ғана емес, және де олар жан-жақты жүзуде, спорттық ойындарда өздерін жақсы жағынан көрсету тиіс. Сол бүгінгі біздің өткізіп жатқан жарысымыз соған бүгінгі күнге айқын дәлелі. Бүгінгі іс-шараға Тараз гарнизонының әскери қызметшілері жоғары деңгейде дайындалып келген және мықтылар жеңіске жетті. Әскери қызметшілер тек спортпен шұғылдану керек. Жарыс қорытындысында 5-ші механикаландырылған бригада 1-ші орынды иеленді. Штаб басқармасы 2-ші орынға тұрақтаса, штаб батальоны мен байланыс полкі 3-ші орынды өзара бөлісті. Ұйымдастырушылар мұндай шаралар әскери ұжымның бірлігін нығайтып, отбасылық құндылықты күшейтетінін атап өтті. Мөлдір Аманбай, Айдос Құсаубек, Қордай 24 News.